Абай Құнанбаев, Ескендір поэмасы. Ескендір Зұлқарнайын 3-ші ұлы Александр. Осы жұрт Ескендірді білемекен, Македония шаһары оған мекен. Филипп патша баласы ер көңілді, мақтан сүйгіш қызғаншақ адам екен. Филипп өлді, Ескендір патша болды. Жасы әрең 21-ге толды. Өз жұрты аз көрініп, көршілерге көз алартып қарады оңды солды. Сұмдық пен әскер жиып қаруланды, жақын жерге жау болды, тураттанды. Көп елді күтінбеген қырды жойды, ханды өлтіріп қаласын тартып алды. Жазасыз жақын жердің бәрін шапты, дарияның суындай қандар ақты. Шапқан елдің бәрінде бодан қылып, өкіметін қолынан тартып алды. Ескендір елді алмаған хан қоймады. Алған сайын көңілі бір тоймады. Араны барған сайын қатты ашылып, жердің жүзін алуға ой ойлады. Қан ішер қаһарлы хан ашуы көп, атағынан қорқады жұрт қайғы жеп. Сол күнде қошеметші айтады екен, ханның ханы патшаның патшасы деп. Атағы талай жерге оның жетті, жердің жүзін алуға талап етті. Есепсіз әскер ертіп, жарақтанып, естіген елдеріне жүріп кетті. Алдынан шыға алмады ешкім мұның, бәрінде алды қорқытты жолдағының. Жан шықпады алдынан тоқтауы жоқ, жер жүзін жеге билеп алмақшының. Жүре-жүре бір елсіз шөлге түсті. Алып жүрген суының бәрін ішті. Адам, хайуан бәрі де бірдей шөлдеп, басына Құдай салды қиын істі. Сандалды сар далада су таба алмай, шөлдеген жұрт қайтеді бос қамалмай. Қызметкердің бәрінде өлтірмекші болыпты шөлдегенге шыдай алмай. Мысалы астындағы ат о да ұшты, Ескендір де атының жалын құшты. Жылтырап сәуле берген бір нәрсеге патшаның ат үстінде көзі түсті. Барса бір сылдыр қаққан мөлдір бұлақ, тас пайда бейне арықтан шыққан құлап. Түсе сала Ескендір басты қойды, ішсе су өзгеше тәтті тымақ. Кепкен балық келтіртті сонда тұрып, сол суға балықталды бір жудырып. Иісі дәмі өзгеше болып кетті, таң қалды мұның бәрін суға жорып. Ескендір қолына айтты, бұл неткен су, бәріңде ішіп бұл суға бетіңді жу. Бір бай елден осы су шыққан шығар, үрлеп барып үстіне тіккелік ту. Бұл салқын тәтті суға қаныңыздар, шақ келер маған жан жоқ наныңыздар. Менен қалмай бұл суды шапшаң үрлеп, талқан қылып шаһарын алыңыздар. Жарлық шашты, қол жүрді, судай өрлей. Шаһарына жеткенше дамыл көрмей, көкпеңбек темір киген өңкей батыр тартынып жөнелді сырнай керней. Сол әскер суды өрлеп талай жүрді, судың басы бір құзар шатқа кірді. Шаттың аузын бекіткен алтын қорған, қақпасы бекітулі көзі көрді. Қақпаны ашайын деп хан ұмтылды, тұтқасын олай-бұлай қатты жұлды. Аша алмады, қақпаны үміт үзді, ақылдасып тәурақ амал қылды. Ескендір тоқтау көрмей өскен жан ғой, келмеме тоқтаусыздың бәрі даңғой. Дел сал боп бәрі де қайта шықты, алысып әл келмесін байқаған соң. Долданып хан Ескендір ашуланды, ашуланып қақпаға жетіп барды. Қақпаны дүбірлетіп қағып-қағып, қақпаны аш деп барынша айқай салды. Қақпаның ар жағынан біреу келді, күзетші сол екен дыбыс берді. Қақпаны саған ашар рұқсат жоқ, бұл Құдайға бастайтын қақпа деді. Білмесең мен Ескендір патша деген, жер жүзінің соғыста бәрін жеңген. Қақпаңды аш, хабарыңды айт, білдір маған, қорлығым өзім тауып көз көрмеген. Мықтымын деп мақтанба, ақыл білсең, мықты болсаң өзіңнің нәпсіңді жең. Іші тар көре алмастың біреуі сен, ондай кісі бұл жерге келмейді тең. Талпынған талаппенен менде бірер,
Көп жүрдім, кездей келді көрмеген жер. Ең болмаса халқыма көрсетейін, сый қылып белгі болар, бір нәрсе бер. Қақпадан лақтырды бір орамал. Сыйым осы, падиша, мынаны ал. Ішіне бір нәрсе бар, ақыл берер, апардағы ойланып көзіңді сал. Орамалды қуанып қолын алды, сый алдым деп қалқына қайта салды. Қараса ішінде бір қу сүйек, бұл неткен мазағы деп таң қалады. Ашуланып сыйына болды кекті, ең болмаса білмейді сый бермекті. Осы менің теңім бе деп ақырып лақтырып жіберді сол сүйекті. Жолдасы Аристотель ақылы мол, лақтырған сүйекті алды сол. Ханға айтты, қасиет бар бұл сүйекте, көзіңе көрсетейін, хабардар бол. Сол күнде Аристотель жеке дара, ақыл сөзін тыңдамай барма шара. Таразыны әкел деп сүйекті сал, бір жағына алтын сап өлшеп қара. Бұл сөзге Ескендір де қарай қалды. Таразыны құрдырып орта қалды. Қанша алтынды күміспен салсадағы бір кішкентай сүйекті аудармады. Мұны көріп Ескендір аң-таң қалды. Бар қаруын алтынға қоса салды. Енді қайтер екен деп қарап еді, бұрынғыдан қу сүйек ауырланды. Аристотель хакімге патша келді. Мына сүйек қазынаның бәрін жеді. Бұл сүйекті басарлық нәрсе бар ма? Ақылыңмен ойлап тапшы, деді. Хакім жерден топырақ алып барды, бір уыстап сүйекке шаша салды. Ана басы сылқ етіп жерге түсіп, сүйек басы жоғары шығып қалды. Ескендір мұны көріп аз тұрады. Хакімді аулақ жерге шақырады. Таң қаларлық іс болды, мұның өзі мәнісін айтып берші деп сұрады. Бұл адам көз сүйегі деп ханға, тояма адам көзі мың мен санға, жеміт көз жер жүзіне тоймаса да, өлсе тояр көзіне құм құйғанда. Кәпір көздің дүниеде аран үлкен, алған сайын дүниеге тоям екен, қанша тірі жүрсе де өлген күні, өзге көзбен бірдей-ақ болады екен. Ашуланба, ей патшам, айтайын дат. Алтын қақпа бермеді сізге рұқсат. Сый сұрадың, бергені бір қу сүйек, мұны көріп алыңыз сізде ғибрат. Ойлап патшаның мойны түсті. Құдайым көрсетті деп бір бұл істі. Бекерлік екен менің бұл ісім деп, қолын алып жұртына қайта көшті. Аз-ақ сөз айттым, бітті бұл әңгіме, мұны бір өзге сөздің бірі деме, қарның тойса қайғырма мақтан үшін, тоймас көзің толар деп қайғы жеме. Қу өмір жолдас болмас әләқ өтір, өз күлкіңе өзің қарық болма бекер, ұятың мен арыңды малға сатып, ұятсызда иман жоқ түпке жетер. Мақтанасың біреуге мақтасын деп, шуа жайымнан еш адам қақпасын деп. Сен кеткен соң артыңнан күліп қалар, ан тұрғаннан Құдайым сақтасын деп. Ақылсыз өзін мақтап былжырайды, бойыңа өлшеп сөйлесең нең құрайды. Жақсы болсаң жарықты кім көрмейді, өз басыңды өзіңнен кім сұрайды.